Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Баршаңызға тамаша көңіл күй тілеймін. Ал мен өз жұмысыма кірісіп, сіздерге осы аптадағы маңызды жаңалықтарды рет-ретімен айтып берейін. Олай болса кеттік. 4 наурыз күні біздің ақпарат алаңымызға білімді, дарынды қызылордалық оқушылар келді. Олар 2-7 сынып аралығында өткен Зерде республикалық байқауында тың жобалармен топ жарып, бірінші орын иеленгендер. Қандай тамаша, иә достар. Бүлдіршіндер, жетістіктеріңіз көбейе берсін. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Үлкен азамат болыңыздар. Биылдан бастап банк ұйымдары жеке кәсіпкерлердің мобильді аударымдардың деректерін береді. Бұл жоба жасырын кірістер мен тіркелмеген кәсіпкерлерді анықтауға бағытталған. Енді 3 ай қатарынан ай сайын 100 түрлі адамнан мобильді аударым алған азаматтар бақылауға алынбақ. Осы жылдың 90-нан бастап адам папилломасы вирусына қарсы 11 жастағы қыздардан бастап екпе қабылдау басталады. Адам папиллома вирусы бүкіл әлемде кең таралған қауіпті аурудың бірі. Сондықтан достар, екпе алудан қорықпаңыздар. Аурудан аман болайық. Осы аптада әртүрлі салада қажырлы еңбек етіп жүрген нәзік жандылар қонақта болды. Олар өздерінің қызметтегі жетістіктерін айтып, мамандықтарымен мақтанды. Қандай керемет, біз осындай сұп-сұлу қыз-келіншектермен мақтанамыз. Достар, 9 наурызда Қызылордада Әйтеке бидің 380 жылдығына арналған әділ сөздің алдаспаны атты республикалық ақындар айтысы жоғары деңгейде өтті. Сыр елінің айтыскер ақындары жыр-доданың сәнін келтірді. Барша мұсылманның көптен күткен қасиетті Рамазан айы 11 наурызда басталады. Ораза ұстауға ниет еткен жандардың тілегі қабыл болсын. Барлық арман тілектеріңіз қасиетті айда орындалсын. Қасиетті айда жақсылық жасаудан шаршамайық достар. Мінекей достар, менің аптадағы айтулы жаңалықтарым осындай болды. Мені тамашалаған жандарға алғыс білдіремін. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.